Барыңа шүкір ет. Өмір кейде ойы, қыры, сайы көп. Аяғы жоқ бір нәрсе болып көрінеді. Қайғыртады, қалжыратады. Тек арқа тірер мықты панасы, жәрдем етер қамқоршысы, небір терең тұңғиықтан алып шығар құдіретті жаратушысы бар. Әрі оған бек сенім артқан адам ғана көп шаршамайды. Оның ғұмыры мәнді, ісі сәнді, сөзі жанды болатынына күмән жоқ. Өмірге ренжіп жатып, осы өмірден ерте кеткен адамдарды ойлаңыздар. Ата-анаңызға ренжіп жатып, ата-анасыз жетімдерді ойлаңыздар. Балаларыңызға ренжіп жатып, Алладан бала тілеп, армандап жүрген адамдарды еске алыңыздар. Қолда барда алтынның қадірі жоқ. Барыңа шүкір ет.